Қайта кемелденудің қасиеттері. Екінші кемелдік дегеніміз молырақ рухани тәжірибе мен ақыл жинақтайтын, кемеңгерлікке жететін кезең. Жалт етпе, бір сәтті қызықтың соңынан қуудан алшақтап, адам ахуалды, өзінің қылықтарын байыпты бағалау межесі келеді. Тұлғалық сипаттарды саналы түрде дамытып, бұған дейін негізгі шаруасынан қол тимегендіктен белсенді әрекет ете алмаған салаларда өзін-өзі жетілдіруіне, өз қабілетін іске асыруын мүмкіндік пайда болады. Екінші кемелдік тұлға ретінде өсетін уақыт, сүйікті ісімен айналысып, рухани кеңістікті игеретін мүмкіндік. Әсіресе өткен жылдарда әртүрлі себептермен құмығып қалған Құдай берген дарынын ашатын кезең. Бұл жаста адам аңғарымпаздық, өзін-өзі танушылық қасиеттерін көбірек көрсете бастайды. Жазмыштың сыңарын аңдып, тылсымын түйсіну үшін сырттай емес, ішкі жан дүниесі мен күш-жігерін жұмсайды енді. Екінші кемелдікке жеткен кісі өмірдің сатылық кезеңінің мақсатын сезініп, жүзеге асыруға, тек тұқияның данагөйіне, алқымына айналуға ұмтылады. Бұл мақсатқа жету жолында өзінің жанды, сергек дүниетанымының қалыптастырады. Яғни, жазмыш түсінігі тұрақты даму үстінде болады. Ол өз бойынан Құдайдың шарапатын табады. Оған өмірдің мәні ашылады. Ол мәңгілік өмір туралы жаратылыс заңын ұғып, денсаулығын ырқына бағындыра бастайды. Жаратушы иеге сүйіспеншілігі мен құрмет сезімі жетіспеуінің шалығы тәрізді бір жақты пікір айтудан және кінәртіп мін тағу мінезінен бір жолата арылады. Жаңаны жоққа шығармайды, керісінше жаңа атаулыны жан тәнімен қабыл алуға құштарлығын арта түседі. Бұл рухтың жастығын білдіреді. Ой сана мен махаббаттың ауқымдылығы, оның табиғи жай күйі. Өмірден ләззат алып, рахаттана бөлену орасан зор мән мағына иеленеді. Данагөйлікпен бірге мынау тірліктің қуанышына кенелу өмір сүрудің екі бүтін біртұтас өзегіне айналады. Адам толықтай әлеуметтік алқымына, ар ожданына, рухани тәлімгері дәрежесіне көтеріліп, тек тұтқияның қалінің күллі адамзат қауымының даму жолын айқындайды. Өз міндеттерін салыналы орында үрдісі жүріп жатады. Біз екінші кемелдіктің қасиеттерін сипаттадық, бірақ әлгінде айтқандай, зейнет алды да зейнеттік жасқа жете тұра, жұрттың көбі бірінші кемелдіктің мәселелерін әлі шеше алмай жүреді. Сондықтан әлдекімге екінші кемелдіктің постулаттары түсініксіз көрінсе, қапаланбаңыздар. Осы бағытпен жылжи беріңіздер, сонда даналыққа жетесіздер. Игі үрдіс байқалады. Мен 30 жасында кемелдік деңгейіне жеткендерді білетініме ризамын. Иә, менің ойымша, олардың санын артып келеді. Қазір таңғажайып кез. Міне, сондай-ақ ғұмыр бойы әлгі аталған қасиеттердің жарым-жартысын да аша алмай, егде тартқан шағында пойыздың соңынан қуып жеткендей, бұған дейін де түйені тарқатылмаған мәселелерін табысты шешіп жүрген жандарды да білемін. Мұндай адамдардың да қатары көбейіп келеді. Барша ғұмырын қарапайым кеңес адамының құндылықтарының малдануымен өткізіп, енді жасы егде тартқан шақта дүние көзқарасын түбірімен өзгерткен адамдар жөнінде талай мысал келтіре аламын. Өмір бойы ғылыммен айналысқан, рухани нәрселер жөнінде еш ойланбаған Макаров деген ғалым 62 жасқа келген шағында тылсым әлемнен ақпараттар ала бастайды. Әуелгіде ол әлгі ақпараттарды ызыңдаған шыбындарды қақпайлағандай маңайына жолатпауға тырысады. Кейін кәдімгідей қызығушылық танып, ғалым ретінде зерттеуге көшті. Маятникпен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеріп, таза ғылыми түрде тұрғысынан келіп жеткен ақпараттарды жүйелеуге кірісті. Ал содан соң оның мәнісі тым тереңде жатқанын көзге жеткізіп, сырын ұғып, күнделікті тірлігінде қолдана бастады. Соның нәтижесінде ол материалист ғылымнан жаратушы иені көптеген діндардыдан гөрі жақынырақ білетін нағыз тақуаға айналды. Осының өзі ақ оның небір ғылыми мәселелердің шешімін тауып,
денсаулығындағы, жақын туыстармен қарым-қатынасындағы кінәраттарды жоюға мүмкіндік береді. Қазір ол 67 жаста. Ғылыммен белсене айналысып, өзін материалдық жағынан толық қамтамасыз етеді. Денсаулығы жақсарып, өзінің жас шамасымен кемінде 10 жылға жасарып кеткендей көрінеді. Руханият саласында іргелі зерттеу жұмыстарын жүргізіп, осы тақырыпқа кітаптар жазып жүр. Жақын жуықтармен, төңірегіндегі адамдармен қарым-қатынасты өзгертеді. Осылардың бәрі оның өмірін бұрынғы 60 жылындағы тірлігінен әлденеше есе қызықты әрі мазмұнды ете түсті. Макаров зейнеттік жас дағдарысынан қиналмай, елеусіз түрде өткеріп, екінші кемелдікке емін-ерке кірді де тиесілі міндеттерін белсене атқарды. Таңғаларлықтай үйлесімді, сүйкімді, бақуатты адам. Бақыт деген не? Деп кез келген адамнан сұрасаңыз, іс жүзінде екінің бірі бақытты бірінші бөлігі ретінде денсаулықты атайды. Шынында да денсаулық дегеніміз өмір сүріп тірлік кешудің нағыз іргетасы. Ал дені сау, саламат болу деген не? Осынау қарапайым сұраққа әрқилы жауап алуға болады. Менің ойымша, солардың ең дұрысы көкейге қонатыны дені сау дегеннің сезінбеуін сезіну деген жауап сияқты. Мұндай уаш бір қарағанда біртүрлі оған оғаш көрінуі мүмкін. Бірақ тек бір қарағанда ғана. Ол нақ осы денсаулықтың мәні жөнінде айтып тұр ғой. Дені сау адам барлық жай ахуалда және кез келген ауыртпалық түскенде өзінің тәнін сезбейді. Тәні сау саламат адам өзінің әлде бір ағзасы қайда орналасқанын айта алмайды. Ол өз ағзаларын сезбейді. Өйткені олар мінсіз әрі үйлесімді жұмыс істеп тұр ғой. Ауру дегеніміз үйлесімсіздік және жасампаздық қабілеттің шектелуі. Ауру еркіндіктен айырылу. Денсаулық тек жеке бастың емес, бүкіл адамзаттың құндылығы. Бұл баға жетпес байлық. Неғұрлық адамның жас шамасы үлкен әрі дененің саулығы мықты болса, ол бүкіл қоғам үшін, жер жүзі үшін соғұрлым қомақты құндылық алып келеді. Бұл адамзат қауымының ағзам асыл игілігі. Адамдар осыны тезірек ұғынса ғой шіркін. Саулық деген сөздің астарында өз басым тек тәннің емес, адамның барлық қырының, оның дүниеге көзқарасының саулығы деп оны ұғынамын. Міне мынау академик Шаталованың қарапайым тесті. Осы арқылы өздеріңіздің дені қарыңыз сау ма жоқ па, соны біле аласыз. Егер денеңіздің барлық ағзасы мен мүшелері үйлесімді қызмет істеп тұрса, егер миыңыз олардың жұмысын мінсіз реттеп үйлестіріп тұрса, егер сіз өзіңізде жүрек, асқазан, бауыр, бүйрек немесе басқа да ішкі ағзалар барын еске алмастан, сезбестен өмір сүрсеңіз, егер сіздің психологиялық ауаныңыз іштарлық, сараңдық, өзімшілік, тағы басқа адам өмірін улайтын сезімдерден ада сау саламат кісінің рухани мүмкіндіктерінің байлығына сәйкес келіп тұрса, осыған орай өмір сізге кез келген жас шамасында қара тамыр қарттыққа шейін жарқында жайдары мамыражай қалпында көрініп тұрса, демек сіз табиғатпен үйлесімді, оның заңдарына келісімді түрде тіршілік етесіз. Ендеше сіз шынында да сау саламат жансыз. Өз тәніңіздің құлы болуда да, қожасы болуда қажет емес. Яғни тәнді жан мен рухтан жоғары қоюдың керегі жоқ. Ал жан мен рух та тәннен жоғары болуға тиіс. Бұлар тең дәрежедегі серіктестер. Онда жер бетінде өмір сүретін дос-жарандар мен жан мен рух өз досының тәнінің үйінде, денеде өмір сүреді. Оған тиісінше қарау, оның таза әрі сау көңілді, әрі бақытты дәурен кешуіне көмектесу үшін солай болады. Міне, денсаулықтың тағы бір анықтамасы. Денсаулық дегеніміз өз тәніңді сезіну қуанышы дейді. Денсаулыққа байланысты ылғи еске алатын Шаталова жөнінде айтайын. Бір таңғажайып адамды жұртшылық жақсы біледі. Оның кітаптары миллиондаған таралымдармен таралған. Кейбіреулер оны теледидардан көреді, семинарларына қатысады. Ол бірнеше мыңдаған адамның кәдесіне асқан табиғи сауығу жүйесін жасап шықты. Қазір ол
88 жаста. Адамның денін сауықтыру саласындағы жұмысын жалғастырып келеді. Тынымсыз ізденіп, тұрақты шығармашылықпен айналысып, өзіне де, өзге адамдарға да керемет жасаудан танған жоқ. Қасында жүріп, қапталдаса отырған сәтте оның қандай ғаламат әйел екенін сезесің. Ал ол қиын қыстау тірлікті бастан өткерді. Екі бірдей сойқанды Финин және кеңес Герман соғысына қатысты. Әскери хирург міндетін арқалады. Майданда хирург болудың не екенін сірә тек бастан өткергендер ғана білетін шығар. Іс жүзінде олардың ешқайсысы 60 жасқа дейін өмір сүрген жоқ. Оған да небәрі 50 жас өлшеп берілген еді. Бірақ ол тағдырын өз қолына алып, ғұмырын 2 еседей ұзартты. Тек ұзартып қана қоймай, оны қызғылықты жасампаз сәттерге толтырып, өзге адамдарға көмектесе білді. 2 жыл бұрын маған да жәрдемдесті. Ол «Бастаулар» деген кітабыма жаздым. Галина Сергейқызы 3-ші кемелдікке қадам басып, табысты іс тындырып келеді. Біздің еліміздегі денсаулық жөніндегі ең ірі маман шығар деп ойлаймын. Мен осындай кісіде жолықтырған тағдырыма дән ризамын. Оның және басқа да көптеген адамдардың үлгісі болмысы кемел, дені сау, әрі бақытты жан болуына ешқашанда кеш емес екенін көрсетеді. Иә, шынында да солай. Кез келген жаста, кез келген жағдайда әулет мүшелерінің өміріндегі сәл ғана өзгерістің өзі бүкіл тума туысқа әсер етеді. Әсіресе әулеттің төңірегінде отырғандарының өзгерістерінің ықпалы күшті болады. Ересек буын өзінің негізгі міндеттерін шешу жолында бар болғаны бірнеше қадам жасаса, келесі буынның өмірін түбегейлі өзгертуге септігін тигізеді. Сол жолмен жүре отырып, олар өздерінің де тума туыстарының да тірлігін жайнатып, қуанышын еселейді. Міне мен аға буынның басты бағасы, негізгі құндылығы осындай деп білемін. Өзінің міндетін сезінуші данагөй, ақылман адамдар ұлттың алтын қоры. Олар осыған қажет нәрсенің бәрін жинақтаған, кем дегенде қалай тірлік істеуге болмайтынын көрсететін өмірлік тәжірибе бар. Ақырында өзін күтіп баптауға жұмсайтын уақыт жеткілікті, дамып жетілуге қажетті ақпараттың кез келгенін таба алады. Иә, жаңа дәуір де өмірі де өзгертуге септеседі. Қалғаны қолдан келетін шаруа. Тек ерінбей жаңа өмірді бастау керек. Сол арқылы өз балаларына нақты түрде көмектесе алады. Нақты сөзіне тоқтала кеткім келеді. Ата-аналардан өз балаларын өлі-өші жақсы көретін, солар үшін көп шаруа істегендерін және әлі де істей беретіндерін жиі естіп жүреміз. Адал көңілдерінде ақжарма пейілдеріне күмән келтірмей қоялық. Дегенмен олар көбінесе ақ құла асады. Мұны тексеру оп-оңай. Балалары есен сау және бақытты ма? Егер шынымен солай болса, балаларға сүйіспеншілікті дәлелдеп бағытын артық сөздің қажеті жоқ. Олай болмаса, түлкі бұланға салып, бірінші кезекте өзіңізді алдамаңыз. Одан да келеңсіздіктің себептерін іздеңіз. Шынайы нағыз махаббаттың тұма бастауларын ашыңыз. Сол кезде нақты түрде олардың өміріндегі көп нәрсе жақсылыққа бет бұрады. Бұл кезде бақытқа бөленудің екінші бұлжымас қағидасын есте ұстаңыз. Балаларыңыздың бақытты болғанын қаласаңыз, алдымен өзіңіз бақытты болыңыз. Ал бақытқа кенелудің бірінші бұлжымас қағидасы былай: бақытты болғың келсе бол. Міне, енді тіршіліктің толас таппас дүрмегінен соң осынау қағидаттарды орындауға жағдай жасалып мұрсат беріледі. Ендеше қанекей, сол мүмкіндіктерді пайдаланып, балаларымызға да нақты түрде көмектеселік.